Сәлем арна көрермендері, қазақша тілді арнаның дамуына үлес қосып тіркеле кетіңіздер. Қазақ қыздарын сындырамын деп желіні шулатқан Алекс Лесли лақап атымен танымал ресейлік пикапер Александр Кириллов өзінің телеграм арнасында маған Қазақстанға кіруге ешбір ресми түрде тыйым салынған жоқ. Рейсімді тоқтатпаймын деп мәлімдеді. Бұл туралы Адырна ұлттық порталы жазады. Маған Қазақстанға кіруге тыйым салынды деп бұқаралық ақпарат құралдары таратқан қауесеттерге сенбеңіздер. Менің Қазақстанға кіруіме тыйым салынғаны туралы ресми растау жоқ. Басқа басылымдардың бірде-біреуінде де ресми сілтеме жоқ. Мүмкін емес, біз ешқандай да заңды бұзып отырған жоқпыз. Мен рейсімді тоқтатпаймын. Бұқаралық ақпарат құралдарының арандатуларына жол бермеңіздер деп жазды ол. Естеріңізге сала кетейік, бұған дейін Алматы қаласының полиция департаменті қабылданған шаралармен Ресей Федерациясының азаматы Кирилловтың Қазақстанға кіруіне 1 жылға тыйым салынғанын мәлімдеген болатын.